Барлығыңа ассалаумағалейкум қазақ елі. Греев арнасына қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Иә достар, бүгін бізде приорамыздың тағы да бір бөлшегін істейтін боламыз. Яғни айтқанда, тақырыптан байқап отырғандарыңыздай, барлық детальдардың, майда-шүйде детальдардың барлығын қара цветке айналдыратын боламыз. Ал сіздер экраннан жайғасаңыздар, біз видеомызды бастаймыз. Кел. Негізі көп сұрап жатады, яғни осы каналға видео көп шықпай кетті. Бұл каналда основной канал сияқты әр 2-3 күн сайын шығып отпайды. Бұл жақта қай кезде машина жасап отырмын, қай кезде машинаны істеймін, сол кезде ғана түсіріледі. Енді машина күнде бар істей бермейсің ғой, біздің де басқа жұмыстарымыз бар. Егер мен мына каналға қатты кірісетін болсам, основной каналым қалып қоятын сияқты. Сол себептен дәл осы каналға аптасына бір рет болса да шығарып отыратын боламыз. Жалпы айтқан достар, сіздер білесіздер, менің приорамның стилі қара сұр стильде. Кейбір жерден уже қара цветке, қара нәрселерге ауыстырып, бояйтын жерін бояп жасап қойдым. Ал әлі толыққанды жасалған жоқ. Соны бүгін толыққанды аяқтап, барлық жерін ауыстырып, барлығын қара цветке айналдыратын боламыз. Бірақ бір но бар. Алдыңғы екі боковой зеркаласын істейтін кезде мен сіздерден сұрадым, осыны қара цветке бояған дұрыс па, дұрыс емес пе деп. Сонда енді көп ұзақ ойлана келе бояйтын болып шешіп отырмыз краскіге. И қолдан келгенше көреміз қалай болады. Жалпы қай жерін қалай істейміз, не істетеміз бір ауыз көрсетпейін. Мінекей байқағандарыңыздай, черный сұр, мен уже бір жерін істеп қойдым. Ана Лада деген жазуды алып, қап-қара приора деген жазуды қойдыруымыз керек. Сосын фараларына затемнение жабыстыруымыз керек. Тонировка не болмаса оклейка. Бір жағынан ол өзімізге де плюс, ертең тас мас деген кезде сырылып жырылмайды. Сосын мынаны қараға боясақ, боямасақ та басымыз қатып жүр әлі де негізі. Сосын мынаны бізде без логотип, дәл осындай паутина решетка қоюымыз керек. А так фарасы черный, қалған бәрі черный. Осы майда шүйделер. Машина алғаннан бері білесіздер ғой, негізі қандай болады. Чисто сұр болған болатын, мен уже біраз жерін істеп тастадым. Сонда толыққанды бүгін нүктесін қойып, осы сұр черный детальдарын аяқтайтын боламыз. Жандарын карбонмен қаптаған, бұл да негізі сол стильге кіреді по идее. Сосын кейбіреулер айтады, ручкасында қара қылып тастау керек, ондай болса дейді да. Бірақ оны қараларымызда ешкім колхоз болатын сияқты. Ал іші қара көк стиль. Енді көк линиялар, көк сызықтар деген сияқты ғой. Құдай қаласа алдағы уақытта приора екінің біздің торпедкасы келіп отыр. Руль заказ беріп қойдық. В общем, мынаны заказ беріп қойдық. В общем, ішіне кірісетін боламыз. Мына жерде қалада кетіп бара жатсам, турым екіндер машинаны көріп қалдым. Мынаны қараңыздар. Мерседес сұр қара стиль міне. Сұр қара барлығы, логотип, жазудың бәрі қап-қара. Жалпы айтқанда достар, мінекей біз қазір қалаға шықтық. Алдымен запчастарын барлығын жинап алайық. Әрқайсысы әр жақта орналасқан. Мына жақта мына запчасть болса, ана жақта ол жоқ деген сияқты, соны әр жақта жинап жүрміз примерно. Ал общем достар, біз қазір мінекей артқы фарамды затемнение істеуге келдік. Андай примерно пленка алдық, короче, қара пленка. Ешқандай тонировка емес, бұл жай ғана пленка. Дәл осыны, короче, мынау ақ жеріне жабыстырылады осылай. Темный болып тұрады да зато. Бүгін біз базарға шығып, покажта жазуларын аламыз дегенше, алдын шөткісін аламыз дегенше уже жабылып қалып, сол себептен үлгермедік. Ол ертеңге қалып отыр примерно. Покажта бүгін осы екеуін жабыстырып Что там қалай? Покажта екеуі қара болды. Енді мына жерге приора деген қара шил деген қойсақ, соның арқасы бітті, короче. Бүгінше енді осыны істеп қайтайық енді. Қалғандарын ертеңге қалдырып отырдық қой. По-любому бәрі енді бүгін істейтін, ертең істейтін сіздерге бір видео шығып отырады. Кім Астана қаласына өзінің көліктеріне мақта колонкалар Pride, міне Уралы бар. Осыны айтқанда керекті колонка брендтердің барлығы осы жақта. Егер де өзіңізге мықты колонка қойдырғыңыз келсе, осы жаққа келсеңіздер болады. Толығырақ инстаграмдардың төменде описаниеде қалдырып кететін боламын, ссылкаларын кіріп тамашалап көрсеңіздер болады. Және де осы жаққа сеніммен келсеңіздер болады. Ал достар, бүгін бізде мінекей екінші күн. Так, бүгін не істейміз? Бүгін мінекей без логотипный решетканы алдық. Но бірақ глянцевый екен. Бізде мына жерде мынау матовый цветті, просто мына қазір орнына ауыстыратын боламыз без логотипке. Сосын не істейміз тағы да? Тағы не істейміз? Қыздарға барамыз. Қоя. Сосын не істейміз? Губасын түзейміз. Астында самурай кішкене қисек қатты, соны дұрыстап қою керек. Қыс болғаннан кейін келіп жатыр. Сосын боковой зеркалардың крышкаларын шешіп,
матовыйға краскілейміз. Тағы да достар айтып кететін бір жайт. Мен кеше айтқан едім, негізі мынау Лада деген жазуды Приора деген қара жазуға ауыстырамын деп. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, мен Астанадан Приора дейтін шилдікті таба алмадым, короче. Соны короче, ана Лада деген жазуды шешіп алып, жақсылап қара краскілеп, общем айтқанда қара қылып қоямыз. Басқа не бар сосын? Негізі мынаны ойламын, қараға істеп бояп қоямын деп. Бірақ шли болып кететін сияқты. Шли. Ана Лада деген қараға алсам соның өзі жетіп жатыр негізі. Отчеткасын ауыстыру үшін бізге Приораларда бамперді шешу керек болады. Сол себептен бамперді асықпай шешіп, отчеткасын ауыстырып, заодно еще астында самурайда жақсылап қатар қисық болып қалды кішкене. Олай болса, іске кірісейік. Біз жеп аласын, біз жеп. Соны осылай аккуратно қойып, осылай тартып отырып шешіп аламыз. Матовый қара красканың барлығын адал деп, Лада барлығын краска қойдық, енді келіп тұрады, примерно тоже жабыстыра берсек болады уже. Барлығын боядық, қырдық, жаңа краскіледік, барлық жерде детальдерін барлығын жабыстырдық. Енді но ғана қалды, тек қана бір ғана нәрсе қалды, но дейтін нәрсе. Мынау SE-ні черныйға ойланып тұрмын. Сіздер не дейсіздер? Комментарийға пікіріңіз қалдырып кетіңіздер. Егер сіздер мынаның қара түске айналған қалайтын болсаңыздар, мен оны видеоға түсірмей, әшейін для себе былай түсіріп қоя салатын боламын. Олай болса достар, бүгінгі видео сіздердің көңіліңізден шықты деген ойдамыз. Егер біздің жасаған жұмысымыз сіздерге ұнаған болса, бағасын беріп кетіңіздер, арнаға жазып кетіңіздер, және комментарийға керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Біз барлығы міндетті түрде оқитын боламыз. Бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.